Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге оңай және тез жасалатын булочканың құрамымен бөліскім келіп тұр. Ыстық шаймен жегенге өте керемет болып шығады. Сол үшін 2 порциясын жасауға кеңес беремін. Булочкалар дәмді және хрустящий болып шығады. Қажетті заттар: ұн, бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, сметана, қант және тұз. Алдымен таза ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнды салып, майды саламыз. Барлығын видеодағыдай істей береміз. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Мен 100 грамм қаймақ салдым. Қамырды жақсылап илеп болған соң 10 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалып болғанша біз ортасына салатын штризель, яғни ұннан жасалған крошка дайындаймыз. Оған қажетті заттар: ұн, бөлме температурасындағы май және қант. Барлығын бірге қосып, араластырып, крошка жасайтын боламыз. Осылай барлығын жаймен араластыра береміз. Міне осындай крошка болып шығады. Арасында майлары қалып кетпеу керек. Міне осылай шашылып тұрады. Егер майларыңыз жабысып қалып кететін болса, сәл ұн қосып жібереміз. Міне демалған қамырымызды алып, астына ұн сеуіп, жаямыз. Қолмен басып тегістеп, сосын 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Сопақша 4 бұрышты етіп. Қамырды осылай жайып аламыз және үстіне жұмыртқасын жағып, крошка себетін боламыз. Сухофрукты, яғни мейіз, варенье жақсақта болады арасына. Мен тек қана крошка жақтым. Қант сеуіп жіберсеңіз де болады арасына. Осылай крошкамызды сеуіп шығамыз және жаймен орайтын боламыз. Ораған кезде арасын тығыз қылмай, бос етіп орауымыз қажет. Піскен кезде ол арасы дұрыс піспей қалады, қатты тығыз болса. Өзіңізге ұнаған формада кесіп аласыз. Алдын ала пешті қыздырып қоямыз. Мен 180-де 40 минутта пісіріп аламын. Ал сіздің пешіңізге байланысты пісіресіз. Міне бөліктерге бөліп алдық. Енді орналастырып, бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пешке пісіріп аламыз.
Міне біздің тоқашымыз дайын. Хрустящий, керемет дәмді болып шықты. Сізде жасап көріңіз. Ас болсын.